Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен арасына сыр қосылған өте дәмді бөріктердің рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге орташа үлкендіктегі 2 картошка керек болады. Тазаланған картошкамызды дәл видеодағыдай бірнеше бөліктерге бөліп турап шығамыз. Және қазақша каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма жазылып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Картошкамызды да турап болдық. Енді ыдысымызға салып аламыз. Қалауларыңызша тұздасаңыздар болады. Үстінен картошкамыздан асырып суымызды қойып, газымызға жібереміз. Сол аралықта біз 200 грамм сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Сырымызды өткізіп болдық. Қараңыздар, піскен картошкамызды езіп аламыз жақсылап. Міне картошкамызды езіп алдық. Енді сырымыздың үстіне қосамыз. Дәміне қарай шым-шым тұз салып, екеуін жақсылап біріктіріп араластырамыз. Салмамызды жақсылап араластырып болдық. Енді кезекте бізге лаваш қажет болады. Мендегі лаваш осындай үлкен 2 дана. Асқана қайшысымен дәл видеодағыдай бірнеше бөліктерге 3 бұрышты етіп бөліп аламыз. Осы 2 дана лаваштың өзінен қаншама бөліктер шығады. Мен осылай 3 бұрышты етіп қиып алдым. Енді салмамызды дәл видеодағыдай ортасына салып, 2 шетін ішіне қарай қайырып, видеода көрсетілгендей орап аламыз. Шетіні қарапайым сумен немесе жұмыртқамен, сүтпен жабыстырсаңыздар болады. Барлық бөліктерімізді осылай жасап аламыз. Біздің бөліктеріміз дайын болды. Енді қызып тұрған тапамызға майымызды құйып, бөліктерімізді қуырып аламыз. Мен қатты майлы болғанын қаламаймын. Сіздер майды көп қосып қуыра берсеңіздер болады. Сары май немесе осындай күнбағыс майына қуыра берсеңіздер болады. 2 жағы сары түске енгенше жақсылап аунатып қуырып аламыз. Бөріктерімізді осылай сары түске енгенше ауната отырып, жақсылап барлық жағын қуырып аламыз. Біздің бөріктеріміз дайын болды. Жасалуы өте оңай. Жасап көріңіздер, өте дәмді. Таңғы асқа немесе балаларыңызға мектепке жасап берсеңіздер өте керемет болып шығады. Ас болсын. Және менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен пайдалы көптеген рецептермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.